Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы медеу сәрсеке 7-ші толқын. Сабағымыздың мақсаты мәтінде көтерілген мәселені ғаламдық мәселелермен байланыстыра отырып, сыни тұрғыда баға беру, эссе құрылымы мен дамуын сақтап, мәселе бойынша ұсынылған шешімнің қандай да бір артықшылығы мен кемшіл тұстарын салыстыра отырып, өз ойымызды дәлелдеп жазу. Ендеше сабағымызды бастайық. Құрметті оқушылар, ендеше мынадай бір сауал төңірегінде ойланып көрейікші. Шығарма неге 7-ші толқын деп аталады? Мына бір суреттерге қарап, өз ойларыңды білдіріп көріңдер. Олардың тақырыппен қандай да бір байланысы болуы мүмкін бе? Ендеше ойларыңды ортаға салыңдар. Келесі оқушылар, сабағымыздағы жаңа сөздерді бірге талдайық. Сөздік полиглотына қош келдіңдер. Бұл тілді үйренудің ең жеңіл әрі қызықты жолы. Ендеше бастайық. Бірінші сөз таңға жайып. Бұл сөздің мағынасы өте ерекше, таң қалдыратын оқиға. Удивительный не болмаса wonder деп аударылады. Келесі сөз барлаушы. Барлаушы. Бұл сөз жау туралы мәлімет жинайтын әскери адам дегенді білдіреді. Разведчик немесе скаут деп аударылады. Келесі сөз қоршауда. Қоршауда. Бұл сөздің мағынасы жау ортасында қалу. Бұл сөз в окружении деп аударылады. Келесі бір сөз тұтқынға. Тұтқынға. Бұл сөздің мағынасы қолға түсу немесе қолға алыну. Бұл сөз в плен деп аударылады. Ендеше оқушылар, өз білімімізді сынап көрейік. Оқушылар, медеу сәрсекенің 7-ші толқын шығармасы бойынша құрастырылған комикске назар аударайық. Бірге оқиық.
Ендеше оқушылар, тапсырмаға кезек берейік. Бірінші тапсырма: мәтіндегі мәселе мен ғаламдық мәселенің байланысын түсіндіріңіз. Бірінші мәселе: соғыс жағдайы. Соғыс және бейбітшілік мәселесі. Екінші мәселе: адамның өмір үшін күресі. Адам қауіпсіздігі. Олардың өзара байланысын түсіндіріңіз. Құрметті оқушылар, сіздерге бірінші тапсырма бойынша дескриптор берілген. Дескрипторға назар аударып, тапсырманы орындаңыздар. Құрметті оқушылар, бірінші тапсырманың ықтимал жауабымен танысып көрейік. Бірінші тапсырма: ғаламдық мәселелермен байланыс. Соғыс жағдайы. Соғыс көптеген адамдардың өмірін өзгертеді. Бұл соғыс және бейбітшілік мәселесіне алып келеді. Адамның өмір үшін күрес мәселесі. Бұл адам өмірін сақтау маңызды екенін көрсетеді. Бұл адам қауіпсіздігі атты ғаламдық мәселемен байланысады. Ендеше оқушылар, өздерінің жауаптарымен бөлісіп көріңдер. Екінші тапсырма: эссе жазу. Тақырыбы: ерлік адамзатқа ортақ құндылық. Жетінші толқын шығармасындағы оқиғаға сүйене отырып, соғыс кезіндегі ерлік әрекеттерінің маңызын талдаңыз. Сондай-ақ, соғыстың адамзатқа әкелген қиыншылықтар мен зардаптарын өзара салыстыр. Өз ойыңды дәлелдеп жаз. Біз білетіндей, жетінші толқын шығармасында Шыңғыс атты қазақ батыры Майдан даласындағы өз әскерін үлкен қауіптен құтқарып, аман алып қалады. Дәл осы оқиғаны талдап, ерлік әрекетінің маңызын талдаңыз. Эссе құрылымы 3 бөлімнен тұрады. Біріншісі кіріспе бөлім, екіншісі негізгі бөлім, үшіншісі қорытынды бөлім. Кіріспе және қорытындыға келер болсақ, кіріспе бөлімде шығармада көтерілген мәселені таныстырып, ерлік туралы жалпы пікір білдіріңіз. Дәл осы көтерілген мәселе негізінде қорытынды бөлімде де 2-3 сөйлемнен тұратын қорытынды жасаңыз. Ал негізгі бөлімге келетін болсақ, артықшылық пен кемшілікті дәл осы бөлімде талдап жазамыз. 5-6 сөйлем ішінде бас кейіпкер Шыңғыстың әрекетін сипаттап, өз пікіріңді дәлелде. Артықшылығы: ерлік әрекеттерінің соғыс даласындағы қандайды бір маңызын сипаттау. Екіншісі кемшілігі: соғыстың адамзатқа әкелетін қиындықтары мен зардаптарын нақты мысалмен дәлелде. Құрметті оқушылар, эссе тапсырмасы бойынша дескриптор назарларыңызға ұсынылған. Құрметті оқушылар, үшінші тапсырма: жетінші толқын шығармасын негізге алып, ерлік тақырыбы бойынша интеллект карта толтыр. Бізде басты тақырып ерлік. Ендеше шығарманы не болмаса қандай да бір мәтіндегі мәселе мен ғаламдық мәселелерді негізге ала отырып, ерлік деген дүниені қалай түсінеміз, сол бойынша интеллект картаны бірге толтырып көрейік. Ендеше іске сәт. Ерлік тақырыбы бойынша интеллект карта құрастыр тапсырмасы бойынша дескриптор назарларыңызға ұсынылған. Ендеше тапсырманы орындауды бастайық. Құрметті оқушылар, енді ерлік тақырыбы бойынша мына бір интеллект картаға назар аударайық. Ерлік ол Шыңғыс секілді болу. Яғни бас кейіпкер Шыңғыс өзінің әскерін үңгірден қауіп-қатерге қарамастан аман алып шығады. Сондай-ақ ерлік ол үлгі. Яғни ерлік қандай дәрежеде болмасын, қандай жағдайда болмасын, әрқашан көпке үлгі саналады. Сондай-ақ ерлік ол қауіпті жеңу. Шыңғыс секілді таудағы соғыс жағдайындағы үлкен қауіп-қатерді жеңіп, әскерді аман-есен сондай қиын жағдайдан алып шығуда қауіпті жеңу. Сондай-ақ ерлік ол адам өмірін сақтау. Мысалы, Шыңғыс
өз басын қатерге тіге тұра, тек қана бір адамды ғана емес, бүтін бір әскердің өмірін сақтап қалды. Иә, оқушылар, сендердің ерлік туралы түсініктерің әртүрлі болуы мүмкін. Сондықтан да мына бір ықтимал жауаппен танысып, өз жауаптарыңды салыстырып, саралап көріңдер. Сабағымыздың басында шығарма неге жетінші толқын деп аталады деген мәселе бойынша ой қоғызғаған болатынбыз. Ендеше Медеу Сәрсекенің жетінші толқын шығармасының осылай аталуында символдық мағына бар. Теңізде толқындар бірінен кейін бірі келеді, ал жетінші толқын ең күшті, ең биік толқын болады екен. Сондай-ақ шығармадағы адам өміріндегі қиындықтар, күрестер, толқын сияқты бірінен кейін бірі келеді. Автор сол себепті шығарманы жетінші толқын атаған. Алайда жетінші толқын аталу себебі мұнымен аяқталмайды. Жетінші толқын сол қиындықтардың ішіндегі ең үлкені, ең шешуші сәті, адамды сынайтын кезеңді білдіреді. Дәл сол секілді Шыңғыс Батыр да өз әскерін үлкен қауіп-қатерден өз басын қауіпке тіге отырып аман алып қалады. Бұл да оның өміріндегі шешуші әрі ең бір қиын кезең еді. Сол секілді Медеу Сәрсеке жазушы бұл шығарманы жетінші толқын атаған. Құрметті оқушылар, ерлік ердің ісі. Біз бүгін Медеу Сәрсекенің жетінші толқын шығармасын оқи отыра нағыз ерліктің үлгісімен таныстық. Бұл Шыңғыс Батырдың өз басын қауіп-қатерге тіге отыра майдан даласында өз әскерін үлкен қауіп-қатерден аман сақтап қалу еді. Бұл сол ұрыс даласындағы нағыз ерлік үлгісі деп білемін. Алайда оқушылар, бүгінде ерлік тек қана соғыс немесе ұрыс жағдайындағы іс-әрекеттермен шектелмейді. Нағыз ерлік өз болашағың, өз арман мақсатың үшін күнде жаңа бір дүниелерді ашу, жаңа бір қадамдар жасау. Ендеше оқушылар, сабағымызды қорытындылайық. Бүгін біз қандай нәтижеге қол жеткіздік, қандай кедергіге тап болдық, не болмаса бүгінгі сабақта қандай тың идея келді. Бір жетістік, бір қиындық, бір жаңа ой рефлексиясы. Құрметті оқушылар, ой қорытындыларың үшін рахмет. Бүгінгі сабақ сендерге қызықты әрі пайдалы болды деген ойдамын. Ендеше назарларыңызға рахмет.